Сәлем достар, бұл Жусан Инвест. 7 қыркүйек күні Қазақстандағы ең ірі құрылыс компаниясының құрамына кіретін BI Development облигациялар нарыққа шығарады. Бүгінгі видеода ақшасын пайда алып келетін жерге салғысы келіп отырған ардақты клиенттерімізге арнаймыз. Өйткені бүгінгі видеода BI Development пен жақынырақ танысып шығамыз. Сіздер лайк басып, каналға жазылыңыздар, ал біз бастаймыз. BI деген брендті естімеген қазақстандық жоқ шығар. Өйткені Алматы, Астана және басқа да ірі қалаларда зәулім үйлер құрылысын жүргізетін компанияны танымау мүмкін емес. BI бренді аясында бірнеше компания жұмыс істейді. BI Development 2001 жылы құрылған және BI Construction and Engineering және BI Education компаниялармен қатар BI Group холдингі құрамына кіреді. Эмитенттің негізгі бағытына тұрғын үй, коммерциялық орындар мен бизнес орталықтар, сондай-ақ жылжымайтын мүлік объектілеріне сервистік қызметтер көрсету кіреді. 7 қыркүйек күні облигацияларын нарыққа шығаратын BI Development осы уақытта Қазақстанның 6 қаласында 112 жобаны іске асырған. Ал бір ғана 2022 жылы құрылған жобалар ауданның көлемі 178.500 шаршы метрге жетеді. 2022 жылы BI Group холдингі тапқан табыстың 63% BI Development еншісінде. Эмитент аудиторы КПМГ аудит ЖШС. Ол тәуелсіз компаниялардың ғаламдық ұйымы KPMG қатысушысы және KPMG International Limited құрамына кіреді. Эмитент қатарында шығарылған 134 компания бар және оларда эмитенттің үлесі 100%-ын құрайды. Қазіргі BI Development компаниясы құрамында 2772 маман қызмет жасайды. Кәсіпорын активтері мен капиталына тоқталатын болсақ, соңғы 3 жылда бұл екі көрсеткіш үнемі өсіп отырған. Мысалы, 20 жылы компанияның активі 446 миллиард 146 миллион теңге болса, ал капиталы 57 миллиард 800 миллион теңгені құраған. Ал 21 жылы активі 660 миллиард 136 миллион теңгеге, капиталы 58 миллиард 787 миллион теңгеге жеткен. 22 жылы көрсеткіштер сәйкесінше 710 миллиард 192 миллион теңге және 69 миллиард 498 миллион теңгені құраған. Көріп тұрғандарыңыздай компания активі мен капиталы жыл сайын өсіп отыр. Енді облигацияға қатысты деректерге аз-кем тоқталып өтейік. Облигациялар доллармен сатылады, ал пайыздық мөлшерлеме 8,5% құрайды. Инвестиция жасаудың ең төменгі сомасы $100. Облигация мерзімі 1 жылға созылады және әр 6 ай сайын купондық төлемдер жүзеге асады. Облигациялар шығарылатын биржа Астана халықаралық биржасы таңдалған. Жусан Инвест арқылы 7 қыркүйекке деген өтінім беріп, Қазақстандағы құрылыс саласындағы нөмірі 1 брендке инвестиция жасауға үлгеріп қалыңыз. Облигацияларды сатып алу үшін 7 қыркүйекті күтудің қажеті жоқ. Қазір өтінім бұғатталып, 7 қыркүйек күні облигациялар сіздің портфеліңізге келіп түседі. Облигация туралы толығырақ ақпарат осы видеоның төменгі жағында сілтемелерден алуға болады.